Саламатсыздар ма? Бүгін огурцилер туралы айтамыз. Мына қиярлар. Қиярлар көбінесе кейде өзіне өзі тұрып сарғайып кетіп жатады. Ол неден? Бір жағынан оған тамақ жетіспегеннен, екінші жағынан дұрыс суармаудан сосын әртүрлі зиянды жәндіктер түсет қиярға түскіш. Оның жапырағы мындай кең, үлкен болғасын, олар бір жағынан суды жандай тез буландырып жібереді, әрі мынадай жапырағына бірдеңелер түскіш. Міне осылай сарғайып жатыр ғой, және ол бірдемелерді түскен насекомдарды бүйтіп қарағанда ол бірден көрінбейді. Мына жерде де ештеме көрініп тұрған жоқ бізге. Сондықтан көбінесе осындай сарғайған жапырақтар көре бастасақ, оны жұлып өртеп жіберу керек, біз қалдырмай. Ол себебі паутинный клещ болуы мүмкін. Паутинный клещ деген қазақша айтқанда клещ деген қалай бір қан сорғыш па, сондай сияқты жапырақты соратын кішкентай көзге көрінбейтін өсімдік. Ол осылай жапырақтарға түсуі мүмкін. Сосын жапырақтардың бүкіл сөлін сорып алып, нелеріміздің, қиярларымыздың сарғайып кетуіне сол себеп болып жатады. Сосын кейде тіля деген бит сияқты кішкентай жәндік жүреді. Оны да бүйтіп жапырағын ашып қарасаңыз, астында жүгіріп жүреді тіля деген. Енді сондай заттардан қиярымызды қорғау үшін қиярды бүйтіп мынадай нелерімен жоғарға іліп та өсіруге болады, или жерге жіберіп та өсіруге болады. Мынау біздің екінші еккен қиярымыз. Бірінші мен кәдімгі жалпы жұрттың бәрі егетін қиярды ектім. Ол қиярлардың да дәнін таңдаған кезде не болады? Гибрид түрлерін таңдаған жақсы. Гибрид түрлерінде F1 деген, сондай F деген ағылшынша әріп қосылып тұрады. Ол гибридтер өз-өзін тозаңдандыратын, көп араны қажет етпейтін, солай қылып жасаған. Себебі кейде мына гүлдер болады, кейбіреулерде маған сұрақтар келеді. Мынадай гүлдер қаптап жатыр, бірақ ешқандай не бермей жатыр деп. Қияр бермей жатыр, түйнек деп. Ол себебі сондай гибрид емес, дұрыс емес тұқым таңдалған. Дұрыс емес тұқым таңдалған кезде не істейді жаңағыдай? Дұрыс емес тұқым таңдалған кезде ойыстып гүлдері тұрады, кілең еркек гүлдер, олар тозаңданбайды, ұрғашы гүл болмайды, сондықтан жеміс бермейді. Ол жерде сіздің ешқандай кінәңіз жоқ, тұқым дұрыс болмаған. Сондықтан жаңағы гибрид тұқымдарды алғанды мен не істеймін, сіздерге кеңес беремін. Жапырағының осылай сарғайғанына жаңа паутинный клещ деген өсімдік деп кеттім ба? Жәндік қой, жәндік кішкентай көрінбейтін, микроскоппен ғана көрінетін, солар ойыстып жапырақтарын жеп қою мүмкін. Мына күннің қатты ысысынан болған ожог та болуы мүмкін, күйіп қалған. Болмаса сондай паутинный клещ болуы мүмкін. Оны енді біз микроскопымыз жоқ, сөйтіп қарап жүрмегендіктен, оған фитоверм деген мынадай дәрі бар. Для борьбы с насекомыми и вредителями деген. Осыны өз инструкциясы бар, қағазы, соған қарай езіп, соны осыған шашу керекпіз. Фитоверм деген ешқандай қатты зияны жоқ дәрі. Оны шашқаннан кейін 10 күнге дейін огурцилардың жемістерін, қиярларын жемей тұра тұруымызға болады. Сосын 10 күннен кейін жей беруімізге болады. Оны даже для профилактики да сеуіп қойға болады. Осылай ештеме көрмесеңіз, бастап сарғайып келетсе, ол аурудың әбден ауырып қалып емдегеннен гөрі алдын алған сол дұрыс болады. Енді мынау қиярларым неке. Бұл деген қытайский қияр екен, неде базардан сатып алдым. Осылай ұзын болып шығатын екен. Сол шынымен де солай ұзын болып шығып жатыр. Міне біреу міне жатыр, бұны әлі жұлған жоқпын. Енді келесілерді солай нелерінің бәрі мына жерде ұзын болып шығып келатыр. Әнекей дән нелері сырайып шығып келатыр. Біз бұрын кәдімгі қияр еккенбіз. Мына қиярды мен қызық көріп сіздерге көрсетіп жатырмын ғой. Енді бәрі бір қияр ғой, бәрінің күтімі бәрі. Енді мен сіздерге қандай удобрение беретіндерімді айтып кетейін. Бұл қияр деген тамақты жақсы көреді.
солай постоянно тамақ беріп тұрмаса аптасына, ол да жақсы өнім береді деп айта алмаймын. Кейбіреулер айтады, ой жоқ, ол онсыз да өседі деп. Оның бәрі бос әңгіме. Оларға міндетті түрде тамақ беру керек. Ең бірінші отырғызған кезде астына жылдаған перепрепші, жаңа 1 жылдан асқан көңді салу керексіздер, араластырып, и сосын артынан кейін өсіп кеткеннен кейін ағаштың күлін езіп, соны құю керексіздер астына. Тіпті сеуіп қоюға да болады. Ағаштың күлінде калий бар. Или ондай заттарыңыз болмаса, ағаштың күлін езіп жүргіңіз келмесе, мынадай гуми деген неки природный эликсир дейді ғой, неки осыларды салуларыңызға болады. Осындай қиярларға арналған, жалпы жалғыз қияр емес, барлық өсімдіктерге арналған комплексный удобрениелер базарға барсаңыздар толып тұр. Соларды 7 сайын беріп тұру керек осыларға. Сыртында өзінің қанша жасайтынын дозировкасы жазылып тұрады. Сізге мысалы барған кезде қайсысы қолыңызға түсті, соны алып келіп 7 сайын беріп тұруыңыз керек. Егер оған да қолым тимейді деп жатсаңыздар, мынадай кәдімгі дрожж нанаштатын. Сол үйлеріңізде болады ғой. Осыны аштып банкіге, шелекке аштыңыздар, мынаның жартысын салып жіберуіңізге болады. Болмаса 4-5 қасығын салуыңызға болады. Дрожждың ешқандай зияны жоқ. Дрожжды көп сала беруіңізге де болады. Сөйтіп, сосын әбден бұршып ашығаннан кейін оған сүт қосуыңызға болады. Сосын сүт болмаса тек шекер қосуыңызға болады. Бұршып ашу керек бірінші банкіде. Солай ашығаннан кейін оны әкеліп бірінші суарылған жерге, суарылады ғой бірінші. Осы қазір суарып қойғанбыз ғой жерін. Суарылған жерге жаңағы сіздің банкіге мысалы 3 литрлікке ма ашытқан дрожжыңызды әкеліп, 10 литрлік шелекке құйып, су құйып араластырып жібересіз. Осылардың түбіне 1 литрден құйып шықсаңыздар, как на дрожжах деп айтады ғой орыстар. Сөйтіп мыналар гүрлеп кетеді ғой. Мына қиярлар соны жақсы көреді. Ол жаңағы мынадай дрожждан жасаған нені жалғыз қияр ғана емес, клубникада бәрі де жақсы көреді. Дрожждан жасалған жаңағыдай подкормканы, удобрениені. И сосын тағы бір беретін зат, мінекей, жаңағы ағаштың күлін айттым ғой, сол ағаштың күлі болмаса сіздерде монокалий фосфат деген микроэлементі дейді. Осындай удобрение өте жақсы. Бұның ішінде фосфор да бар, и калий да бар. Ағаштың күлі не үшін? Ол жаңа калийді істеу үшін ғой. Сол осыдан 1 қасықтан, 1 ас қасықтан 1 шелек суға 10 литр қосып, соны берсеңіздер, ол жаңа ағаштың күлінің орнын заменяйды, и фосфордың орнын толтырады. Ол неге өсімдікке өте қажет. Бұл жасағанды клубникаға, құлпынайға, помидорға да жасауға болады. Жақсы көреді бәрі. Мына калий мен фосфорды барлық өнім жақсы көреді. 7-сіне 1, мен айтып тұрғандай, мына қиярға 7-сіне 1 сондай күтім керек. 1/7-де дрожж аштып беріңіз, 1/7-де монокалий фосфат беріңіз, келесі 7-де мына гумиді беріңіз, тағы 1/7-де мына борный кислота деген бар. Бұның да астында қанша салатын дозасы бар. Соны қосып беріңіз. Болмаса мына борный кислотаны йодпен смес қылып та беріп атамыз кейде. Мынадан 2 грамм қосып 1 шелек суға йодтың бір 45 каплясы дейді, сосын сүтті қосып сөйтіп мынаға шашып шығып атамыз. Сена борный кислота деген завязи, яғни гүлдердің жақсы бәрі жеміс алып кетуіне, гүлдерге жақсы әсер етеді, гүлдің бәрінің тозаңданып кетуіне. Борный кислота деген. Оған менің отдельно әдейі түсірген видеом бар, содан қарауларыңызға болады, осы борный кислота туралы. Қазір мен сіздерге мына общий түсінік беріп атым қиярларға. Сонан осындай қиярларыңыз шығады, жақсы болып тұрады, жапырақтары үлкен болып, жақсы болып кетеді. Сосын ең бірінші көктемде бастап еккен кезде, мына қиярлардың бойлары кішкентай болып алып кете алмай жатады ғой. Сол кезде мына төмендегі гүлдерін, төмендегі пасынкаларын жұлып тастауға болады. Қашан жапырақ алып бойы үлкейіп кеткенше, оған гүл салғызып та керек емес, сонда бойы үлкен болып алып кетеді. Адамдар еще мына азофоска деген бар, азофоска деп айтады, жаңағыдай тоже комплексный удобрение, соны да салып атады. Сол да жақсы көмектеседі осы қиярларға.
Тіпті жаңағыдай ең бірінші жаңағыдай аммиачный селитра болады ғой, содан да бір қасықтан түптеріне ең бірінші еккен кезде көктемде беріп атады. Мен көрдім, олай берген удобрениеде жақсы әсер етіп атады. Ойбай, неге селитра дейсіздер ғой енді, бірақ енді сол осы қиярға керек болып атады. Қиярлар кейбіреулерде сол күннің салқындығынан ба өсіп болмай атады. Сондықтан қияр деген топырақ жылығанды жақсы көреді. Топырақ жылмай қатты ерте қиярды ашық грунтқа егуге болмайды. Теплица жабық жеріңіз болмаса жабатын. Әбден күн жылған кезде осы маусымда егеміз ғой, мамырда екпейміз қиярды. Мынау менің екінші еккенім. Бірінші еккен қиярлар қазір мына жерде. Мынау асқабақтар. Бұл асқабақтардың бір күтімі тек тозаңдандыру ғой. Сосын ол бұлар да навозды жақсы көреді. Мынау біздің бірінші еккен қиярларымыз жаңағы. Қазір бұлар неге бұлар әлгі өзіміздің мынадай огурцы беретін ғой. Мен мына огурцымыз ұзын ғой, Қытай. Мынау кәдімгі өзіміздің огурцы беретінде неге огурцилер жатыр. Мынау Қытай қияр қасында да Қытай қияр егіп міне ұзын болып атқан. Мынау кәдімгі огурцилеріміз. Бұлар да сол әлгі жаңағы дәл анияққа қандай айттым, удобрение. Сондай удобрениелерді қажет етеді. Мінекей огурцилері көп, бұнан тіпті жинамап бізді. Мінекей бастарында толып жатыр. Огурцилері, гүлдері де көп. Бұл кәдімгі базардан сатып алған гибрид неміз, гибрид қиярымыз. Не көрді, жапырақтары сарғайып тұр. Жаңағы фитоверім деген уды көрсеттім ғой, дәріні. Сонымен дәрілеу керек. Мына жерде де сарғайып тұр. Сосын қияр суарғанды жақсы көреді. Басында жеміс тұр. Қияр суарғанды жақсы көреді. Қиярды уақытыңыз болса күніге 2 рет тіпті суарып кетуіңізге болады. Себебі оның дәні, тамыры бет жағында жатады. Притеняющий сетка жабуға да болады. Қатты күндер күйдіріп кетеді. Болмаса ең құрғанда күніне 1 рет міндетті түрде суарып тұруларыңыз керек. Ол жерде тіпті алмағасын сарғайып баратыр нелері. Күніне 1 рет суарып тұруларыңыз керек. Мынау одан кейін егілген Қытай қияр ғой. Қытай қияр. Сол сіздерге керек барлық мәліметті айттым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, комментарийге жауап берем. Ешқандай қиындығы жоқ. Мен айтқандай, просто ектімді тастадым, бітті өзі өсет деген жоқ. Апта сайын, ең құрғанда 10 күн сайын, апта болмаса, мына мен айтқан заттарды беріп тұруларыңыз керек. Болмаса, мынадайларды сатып алмайым десеңіз, тағы бір жолы бар, әдіс. Олар көң туралы айттым ғой. Көңді ол міндетті түрде итакта астына саласыз дедім ғой. Сосын мынадай огородтарыңызда арамшөптер қаптап шықпай ма? Сол арамшөптерді босқа лақтырмай, осындай 200 литрлік бір бөшкелеріңіз, ыдыстарыңыз болса, арамшөпті бүйтіп үйіп үстіне салып қойыңыз. Олар шірейді. Оны травяной настой дейді. Соны құйсаңыз, қайта-қайта. Оны да жақсы көреді. Огурцы да жалпы жалғыз бәрі жақсы көреді оны. Ішіне сиырдың свежий навозынан алып, салып, шөппен бірге шіртуіңізге болады. Болмаса сиырдың навозын өзін сүртуге болады. Ішіне дрож қосып жіберсеңіз де болады. Қазір күн деген жаз ғой, шілде. Олар бәрі тез шірейді. Шөптер 3-4 күнде шіріп кетеді. Навоздар мүмкін бір жеті тұрар, оған да жетпес, олар да шіріп кетеді. Ішіне дрож қосып жіберіңізге болады, шірмей атса. Тез шірейді. Сосын сол шіріген настойды, мынадан бір бақырашын алып, бір шелек суға қосып, сосын неге құясыз, сиырдікі болса. Травяной настой болса, ол тіпті күйдірмейді. Оны қанша 2-3 бақыраш құйып, бір шелекке суара беріңізге болады. Болмаса тауығыңыз болса, үйде тауықтыкін мынадайға емес, оны бір кішкентай шелекке жарты шелек тауықтың боғын салып, соған су құйып, сөйтіп аштуыңызға болады тауықтыкін. Ол деген қатты ашшы болады тауықтыкі. Ол деген көпіріп, шелектен тасып ашиды. Сол кезде ол 10 күн бұтырат шығар. Оны енді аккуратны жіберу керексіздер. Тауықтың боғы күйдір жібереді. Оны кішкентай бір стақанын 10 литр суға қосып, сөйтіп бірінші суарып алған жерге жіберу керек. Себебі тауықтың боғы өте ашшы болады. Басқа сиырдың ненің боқтарына қарағанда. Одан бөлек менде биогумус та бар. Қазір мен оны айтуды ұмытып кеттім сіздерге. Ол өте жақсы ненің бірі.
Мен қазір сол болғасын боқтарды ашытпай жатыр екенмін. Ол мына жерде шөптің астында жатыр. Жаңа калифорнийский черви деген. Қазір көрсетейін. Қарбыздарды салып, оларды көбейтіп та қойдым. Мінекей, мына жерде болса көрсетейін. Олар қашып кеткен ба? Астына қарай қашып кеткен ау деймін. Құрттар ғой, в общем, калифорнийский черви, солар қандай свежий навозды қап-қабымен әкеліп қойдық. Сосын сумен жуып, сол құрттарды жібердік. Мыналар күннің несінде болғасын қашып тығылып қалыпты, сіздерге көрінбей жатыр. Осының астында жатыр қызыл құрттар, калифорнийский черви. Мінекей, міне біреуі жүр. Қызыл құрт, мына қарбыздың несіне жүр біреуі. Олар астына қарай тығылып қалған ғой. Осы навозды обработка жасайды олар. Сосын қап-қара болып таза көң қылып шығарады. Сол кезде соны саламыз. Оған бірақ минимум 3 ай кету керек. Таза навозды обработка жасау үшін. Иісі жоқ қылып обработка жасайды. Мыналарды көбею үшін беріп қойғанмын ғой. Сосын су құйып тұру керек. Содан бұлардан таза биогумус шығады. Биогумус деп сатады ғой жидкий, соның менде құрғақ түрі шығады. Соны да жаңадай астарына салса, бірінші бірақ кептіріп алу керек. Құрттары, личинкілері қалватса, кокындарын бәрін өлтіріп, кептіріп ал, сосын түптеріне салып жіберсе, бұл да жақсы табиғи удобрение. Сол, басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен мына асқабақтар туралы да бір видео түсіріп жіберемін бұйырса. Олар да өте жақсы беріп жатыр, дөңгеленіп жатыр. Қиындығы жоқ көп. Жақсы, сау болыңыздар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер.